Сәлем, қалайсыңдар қыздар, қалай жағдайларың? Ойбай, базарда сауда жоқ, өлейін деп келдім. Ойбай, мама, сүйкем бірден алып келіңізші деген алып келгем ғой. Қасқа қалай жейтін дедім, ашшы мынау жей алмай отырмын, ашшы өздерің жеңдер дедім. Сөйтіп түсті әкелгем, жаңағы нан турап жейін деп. Ой, қасқа, пісірсең бетіне бір салапан ғой, әшейін бір салапан шыға ма, шықпай ма? Қаймақтан шықпайды. Соны жаңа қарап есіме түсіп отыр ғой. Мамамның аяғы сүтін айтсайшы, ойбай, бетінде екі келі сап-сары қаймақ шығатын еді ғой. Ол кездің сүті де бір қою сары болатын еді ғой. Қазір аппақ сылдыр су, білмеймін ондай болған. Настроениесі жоқ па қазіргі сиырлардың, білмеймін ғой. Сап-сары қаймақпен шығатын еді ғой. Қаймағын бөлек жинап, ыстық сүтке қолдың майымен нан турап беретін еді ғой. Ыстық тапанымды азанмен естерінде ма, ойба. Тәлпіштен ұрып келетін еді ғой соны. Соған кеше жемей отырмын ал. Сағынып отырмын. Кешке дейін ойнап үйге сүре құлап келетін еді ғой, сүре құлап. Үстіміз сор тырысып. Ой, қасқа не тәлпіштікті сүй. Сол тамақты жемей ана дастарханнан дәу ақ шекерді алып қолымыздан шу ете қалатын еді ғой далаға жеп, ойынды қимай. Сөйтіп ана ойбай ана ақ шекер деген қатты естерінде ме, дәу ақ шекер. Оны құдай-ау даладағы бөшкіге, ана жаңа умывальниктің суына кетіп баратып, арықтың суына батып жібітіп алып, нанмен соғып кете беретін еді ғой. Қасқа сол кезде шықпаған жанымыз ауру дегенді білмейтін еді ғой. Любой бет ашып тұрған суға шекерді жібітіп нанмен қосып жей беретін еді ғой. Лейла ше, есіктің алдында тұратын еді ғой, аяқтарыңды жу, қолдарыңды жу деп, физконтроль. Аяқ жумай, бет қол жумай кіргізбейтін еді ғой. Лейла ма, Лейла ғой, Лейла. Ойбай, Лейлаға Гитлер еді ғой, Гитлер дейтін еді ғой сыртынан ше. Ойбай, хайм Гитлер деген сияқтан есіктің масахананың алдында тұрып алады, есіктің алдында тұрып алады. Аяқтарыңды жуыңдар, сабындап жуыңдар деп. Колонкаға аяғыңды өтіріп бете салатын еді ғой суға ше. Ерініп дұрыстап жуыңдар, ана қолдарыңды жу, құлағыңды жу деп қадалып ойнайтын ше, орта мәшік ойнаған кезде. Ойбай, аяқтарымыз ана мен қорадан секіріп естендім ма, аяғыма шеге кіріп кетіп. Ойбай, қай жеріміз басымыз жарылса да, аяғымызға шеге кірсе де, ана қанап қалса, топырақты алып топырақ құятын еді ғой. Қасқа, біздің бәріміз даладағы топырақ екен ғой сол кезде. Любой жерден тегін топырақ даласында сол шекемізге құйып, табанымызға құйып, кесілген жерімізге жүре беретін еді ғой. Топыраққа рахмет. Ой, пырмай, заражение, іріңдеу деген жоқ қой сол кезде. Таңғалам жазылып кететін еді ғой. Айтпайтын едік қой. Мамамыз, папамызға ұрыс естиміз деп. Кешке қарай қызық кездер еді ғой. Ана бұзау еміп қоймасын, ана жемін сал деп. Ойбай, сиырды жайғастырып, сүтін пісіріп. Блин, бұзауларшы сиыр келген кезде, жүгіргенде жылайтын едім ғой, бақып, қолымды кесіп кететін еді ғой жіптері. Ойнақтап, тәлтіреңдеп, үзінен жүгіріп кететін еді ғой, жіпті ұстап ше. Ана кешке қарай жаңа малды жайғап болып, ойбай, тамақ ішетін кезде сәкіге. Папам жаңа су шашатын еді ғой. Сәкінің айналасын шаңын басып, жаңағы су сепкен кездегі иісті айтсайшы. Ойбай, иісі мұрныма келіп жатқан топырақтың иісі ше. Су сеуіп қойып, сосын ана қырғын еді ғой, ойба, білесіңдер ма? Масаханаға төсек салумен шай жасау қырғын сен істе, мен істе деп ше. Ұл бала, ойба, гүлей, сол жаңағы гүлейден үйренді, ұл бала бар емес па? Шай жаса бірдеңе дегенде только тайып қалатын еді ғой. Мамамның алып келген ыстық тамағы қазаннан далаға ошаққа ше, кезектің иісімен, ойба, екі иығын серкілдетіп самаурынмен шай әкеледі. Сүтпен қошқыртып ішетін еді ғой, отырып, ананы айтып, мынаны айтып, қызық екен ғой, көкем ана шынтақтап жатып алады. Маған аяғымды бас дейтін еді ғой. Мен басатын едім ғой. Өмірі аяғым басып тұрам. Ойбай, сылтау айтатын едім ғой. Ойбай, әндерім ауырып жатыр. Ойнап көрсе ойынды қимаймын болса, аяғымды бас деп, аяғым бастырып, шынтақтап, ана тақиясын тізесіне қойып алып жататын еді ғой. Біздің жүргенімізге, шай жасағанымызға қарап, сүйсініп. Әжемнің иісін айтсай ма, әжемнің иісін сағынам мен ше, сосын тердің иісі ма, құрттың иісі ма, түсінбесін. Иісін, ай, жұпар иіс, күшті. Төсегінен шығып тұратын еді ғой, орамалынан шығып тұратын. Әженің ауылына көп баратын едік қой, екеумізбен Лейламен еріп баратынмын. Бір ана ағашпен, андай ұзын ағашпен су таситын. Лейла, есіңде ма? Инағаш қой, инағашпен су тасыған мен. Флягпен тасыдық. Кейін ғой адам құдық қазып, сосын құдықтан тартатын болдық. Қазір енді колонка. Сосын Лейланы оқудан каникулға келетін кезде, ойбай, жиналысқа дайындалатын еді ғой, қызыл. Естерінде ма? Оля, керекті, істеп жүрген үй ғой, білмеймін ғой, керекті. Анау жеріне ақ тұр, ана қораны ақ тұр, ана жеріне ақ тұр деп үйдің сыртын әктетіп. Ойба, ана жаңа краскілетіп, шөптерді жұқтыртып, әйтеуір сол кезде бір көршілер ше, Лейла келген ба, үй тап-таза болып қалыпты ғой десе, жынданатын еді ғой. Істейтін біз бүкіл рахмет Лейла алатын еді ғой. Ойбай, Лейла келсе әп-әдемі болып қалады, Лейла келген ау деймін деп үйдің сыртына. Ойбай, ана шкафымыз бар еді ғой, кухняда тұратын. Шкафты көкке боясақ, бүкіл есік көк болады. Шкафты қоңыр краскаға боясақ, бүкіл есік жаңағы пол қоңыр болатын еді ғой. Ойбай, терезелерді ашып ше, көктемде замаскасын алып, терезенің әйнегін сүртіп, қайтадан замаска жағып, ана мақтасын ауыстырып, ойбай, білесіңдер ма? Ана ненің ойыншығын, жаңағы елканың ойыншықтарын майдалап, сеуіп, ойыншық қойып, терезенің жаңағы
ауыстырып әйнегін сүрту әктеу соның өзі бір қызық жұмыс еді ғой. Көктемде Ләйла келгенде істейтін едік қой, естеріңде ма? Ойбай ана синка деген шыққан еді ғой бір жылдары, бір көк краска қосып естеріңде ма? Одан көше бетті сөйтіп көкпен бояймыз деп ана астына қарамай ма бір бәле жағып сөйтіп оны ағал жағыл айғыз қылып қойып мен әктеп ұрыс естігенім ше. Иә, Талас, сендер ғой қырсығатын едіңдер ғой. Қырсығып верандада бочкада тұратын су бетінде мұз қатып тұрады, жіңішке бұл. Ана темір кружкамен бір ұрамыз да суды алып, еще арасында жаңағы мұздар жүреді, соны шайнап жіберіп, мұздай су іше беретін еді. Шынымен ауырмайтын еді. Ойба, мұрнымыздан суымыз ағып, аяғымыз шылқып сөйтіп келетін едік қой, аққала жасап, ақтөске итке шана жегіп ойнайтынымыз ше. Мұз жейтін едік қой сосын. Сосулькаларды жейтін едік қой. Біздің мороженныйымыз сол болды ғой, иә. Замза, сен қалпағыңды лақтырасың да ұрып құлатып бізге алып беретін едің ғой. Есіңде ма? Қалпағыңды лақтырып крышаға, төмен түспей мұзға жабысып алып, ойба қалпақсыз қайтып, құлағың тоңып қалды. Мамадан ұрыс естіген едің ғой, лақтырам деп. Сосын бәріміз ұзыннан бір көрпеде жататын едік қой, кешке қарай, иә. Сол кезде маманың бөлмесінде залда көрпешеде тізіліп тұр ғой. Нағып астымызға дәу бір көрпе, үстімізге бір көрпе береді, или екі көрпе жамылуға. Соны тырт-тырт жырқ етіп жататын едік қой. Сен ғой күлдіретін едің, жұлдызға қарап неше түрлі ертек құрасты. Әйтеуір бір актер, актрисаларды айтып, солармен көрші болып тұрамыз. Ана ненің мұхиттың жағасында дейтін еді ғой. Митхунның көршісі боламыз. И мен Митхунға үйленем дейсіз. Есіңде ма? Капец соған сенетін едім ғой мен. Есімде қасқа қайдан білейін. Ойба, Индияның арманымыз Индия еді ғой. Әйтеуір Индияның жігіттерін Митхунға шақырап еді ғой ғашығым. Ойбой, білмеймін, бір шақырап ортаға тиітіп қой Ғалымжан деген. Әйтеуір киноға түспесек те әйтеуір анда-санда бір ішкен кезде кино көреміз. Ойба, 5 жерге бару проблема еді ғой. Налар ғой мыналар қазір. Ақшалап та кете береді. Ол кезде бізге ақшаны да сұрамаймыз. Ойбай, 5 жерге барғанымызға қуанып, зорға дегенде ойба үйді жинап, не пәтем, қол жуып, ойба 3 күн қызмет қылатын едік қой. Сонда баратынымыз бір 2 сағат па, 1,5 сағат, иә? Ана Бейхортада мәшік доп қылатын ше. Папамнан сұраса, мамаңнан сұра, папаңнан сұра дейтін еді ғой. Папаңнан сұраса, мамаңнан сұра деп Бейхортада жүретін еді ғой. Папам байғұс. Папа үндемейді, папа үндемейтін еді. Папа ертерек келіңдер деп болды, мама ше. Ойба, өзі өліп талып, үйді жинап, зорға дегенде, ана қашып пішіп сөйтіп шығам дегенше неше болды қой қасқа. Ана бізге келген жігіттер, ойба 2 көше ары тұратын еді ғой. 2 көше ары тұрады. Ойба, сөйтіп не керек, ыбылып жыбылып сағат ровно бір 7-лерде ма шығамыз, 7-ден астан шыққан кезде сағат 9-да 10-да үйде бол дейтін еді ғой. Қасқа, барам дегенше ана ауылда жаяу жүресің ғой, барам дегенше 1 сағат 1 сағат өтіп кетеді ғой жолда. Қойшы не керек әйтеуір бір жарым сағат 1 сағат отырасың ба, отырмайсың ба, 5 жерде мамаң кіріп келетін еді ғой таяқпен, мамам ше. Ойба, қолында таяғы. Әй қыз деп үйге кірмейді, ана 5 жыл болып жатқан залға кірмейді. Ана жақтан естіп отырасың ғой. Әй қыз деген кезде фшу атып тұратын едің ғой. Алдына салып алып келетін еді ғой қасқа. Қара шаңырақ өзіңде өстім бір кезде бала шашылап, қақпаңнан сенің арманмен шығып кетіп ем, қалдаға жол бұл қиялға қала салып қақпаңнан сенің арманмен шығып кетіп ем, қалдаға жол бұл қиялға қала салып